Қошемет көрсетіп қойыңыздар, тамақсыз ақылықтар. Артыңаш. Жандос Бақту. Бірінші жұп айтыскердің аты анықталды. Жандос Бақтуны қошеметтеріңіз. Ал осы Жандоспен айтысатын ақынды анықтау үшін тағы да бір көрермен ортаға шықсын. Келе ма? Жандос Бақтуы Нұра ауданы. Нұра ауданынан келген ақынымыз Қарағанды Бөкенов атындағы университетінің студенті. Алихан Ерғалиев Теміртау қаласының ақыны. Олай болса, ақындарға ақ жоқ, Алла аузында тәуір сөз қалсын. Әуелі сөз бастау қиын дейді, дегенмен де сендер бастаңдар. Бисмилла. Ал кеттік. Адам саны 30-дан аспайды деп ақындар қошеметке алаңдысын. Ендеше біз мұнбыз деп қолдап отыр, шашы тоқта көрсетем шамандышы. Ақ білек түрілгесін алға шықтым, ақ ниет ағайын бер бағандышын. Ақ сүйіп өнерімнің жанашыры, ақ жүрек арда қаза ғой шіркін. Амандысың әрәйім, әрәйім, әрәйім. Жеребе бұрын сонды шықпаған ғой, қарсыласым Алихан мықтаған ғой. Жеребе дәл осылай болып жатса, Тәңірдің өзі бұны құптаған ғой. Негізі мен Қаманың баласымын. Кіші жүз есені көп жықпаған ғой. Алихан сен Қабылның баласысың. Туыстық қатынасты ұқпаған ғой. Қамаменен Қабылды жұқтап қойып, осылай жеребені мықтаған ғой. Ай, ақындар алға шыққан берен шығар, не шықса да әйтеуір сенен шығар. Қамаменен Қабылды жұқтап қойып, тамаша айтыс шықсын ой шіркін, деген шығар әрәйім, әрәйім. Ақынға шабыт берген, шабылтап көнбе жақты бағыт көрген. Жеребе айтыс болат деген естіп, мен емес өзгелерден қауіптенген. Керісінше дәл осындай шаппа-шапта көрермен шын мықтыны анық көрген. Екеуміз жеребеде жүк болып қалдық деп жүрме мына бала нәқ келген. Кеп жүреді, ақындық өнеріне қанықпын мен. Жереп атқан бауырыма мың рахмет, іздеп жүрген ақынды тауып берген. Қолыма түссе екен деп отқан кезде, қолмен алып алдым ой шіркін, салып берген әрәйім, әрәйім, әрәйім. Шаппа-шапта шайқасып қырыл дейді, қарсыластың табайын қыбың мейлі. Қаншайла құрып мұнда келсең дағы, бұл Жандос қармағыңа ілінбейді. Елдің жайын ойлаған шын ақындар, бәйгеде ешқашанда сүрінбейді. Ендеше кезек беріп көрейінші, жырлама
солай жұртыңды көтерілмейді, қыннан шығып қырғынға бір түспейсе, қылыштың өткірлігі ой шіркін, білінбей дауларыңның
ақиқат деп айтасың. Тез түседі бұл сөздер бұндай кезде. Бауырым, сен барлығын жаттап алсың. Басқа жаққа құрметті құрған кезде қалаудың жабылмайды сен секілді. Тұрақты көрермені ой шіркін тұрған кезде әрайдың. Ақынмен елдің жайын ұға алатын, журналист боп туымды тік алатын. Ала оқуды аяқтаймын, әлі жасқа жетемін сыналатын. Қорықпа, мен журналист боп шығамын, бойға артқан үмітті тік алатын. Журналист боп шығамын, төлөнерді телеарнаның төріне ой шіркін шығаратын. Ақын жақсы шындықты шырылдатса, әкім жақсы елінің қылын тапса, балаға жараса ма бабасының тойы келсе, бас төмен бұғып жатса. Маржанболдың мерейтойы елге келіп, бар қазақ тойын тойлап шуылдатса, өрліктелдің өресі өсермейді, мәнді өлеңнің мәнісін ұғып жатса. Тектелімме Жамбылдың жыры жетіп, шекпеніне шерлөлен сіліп жатса. Жырының құдіретті шығар мүмкін, бар елге құрметті қып, барлық ел шын құрметті қалып жатса. Қадірін түсіндік қой қарт бабамның, бүгін тойлап еңбегім ұғып жатса. Жет жұрттың қамын жеген Жамбылымның, жетілде шығармасы ой шіркін шығып жатса. Шаппа-шапты айтыстан шеттетпегін, айтысуға сөзімді реттеп келдім. Алихан келеңдесе қырық сайып, өзіңді бұл айтыстан көптеп көрдім. Былтыр сен Жамбыл айтыс болған кезде, Алатаудан бір жүлдеге реттеп келдің. Арасында еттей алмайды деп сөз қосып, сөз қадірін трендке етпек болдың. Айтшы олай айтуға бола енді, себебі сен арқадай мектеп көрдің. Ендеше мен өзіңе кезек берем, алдыма ағайымның бек боп келдің. Ептей алмай дейтұғын тағы қандай, ебелейсіз сөздерді ой шіркін ептеп келдің.
Басыңа бақыт құсы қонғаннан соң, ашуыма тигеннен соң айтқан едім, ашындырар жағдайы көп болғаннан соң, әйтпесе біз арқаның ақындары ондай жаман сөздер айтпайды ғой. Көшбасшымыз айтпай аға болғаннан соң, мен қалайша жаман сөз айта аламын, Қойлекеңнің матасын алғаннан соң ал Ақымек аламанда көкпелейтін, жандар көп ақиқатты төкпелейтін, бірақ та жұртым үшін бір сөйлеген ел үшін қосқанымын өртегейбін. Үкіметті жамандағын келмесе де, жаңалықтар көп боп тұр өкпелейтін. Кеше ғана Алатаудың баурайында ЛГБТ көрсетті көптегейбін. Бір жынысты әйелдер шеру құрып, мәселені көтерді реттемейтін. Ораңдаған соларға болмайды ғой, бұрал бетке табылмай жан кеттемейтін. Наурызды да тойлатпай жатқаны бар, көктем болдау көңілім көктемейтін. Керісінше ұлыстың ұлы күні күн болып тұр айыппұл көп төлейтін. Көппен бірге жиылып наурыз тойлап болдық қой, көже ішіп ет жемейтін. Ағайын мынау қандай заман болды, өзінің жақсылыққа беттемейтін. Бір жылда бір келетін күнді шектеп, бір жынысты жандарды шектемейтін. Ал мен келдім алдарыңа, адал ұзақ, өз ісіне қанық болған маман ұзақ. Жаннозаға кезегіңді берейінші, дәл бүгін жарқырайтын табанды сәт. Ағатай сескеніп отқаныңды түсінбедім. Адаманда шаба алмайтын шабан ұзақ, өзің айттың жетірудің ұлымын деп, ел үшін тік сөйлейтін адам ұзақ. Жетірудің балалары батыры келген, ал сен болсаң сескеніп отырсың ғой. Дәл бүгін қорқып отқан адам ұзақ, қос көзіңіз бақырайып кетті неге басқасын ұмытып кеткен адам ұзақ. Алихан қарсы беттен сай көрінген, жан құсап өлең жырға жай жегілген. Басқа малым болмағасын айттың дейсің, бұндайда шын қисынсыз ой көрінген. Астарсыз өлеңдерді айта берсем, астарлы ақиқаттан ой шіркін, қай жеріңде мәрайым. Шындықтың тек беті келіп сәті мұнда, дүйім жұрт қысып отыр тақымында. Ендеше елдің жайым мен айтайын, шабатын жүйрік едім шақырымға. Шектен шыққан адамдар шеру жасап, арын сатқан арсыздар ақырылды. Шенділер тоқтатпаса бұл шеруді, кірмейді-ау қыздар менен ақыл ұлға. Қыздарға қырып үйден қиым жоқ
деп баба сөзін болжандар, баба сөзін шығарды мақұрымға. Өз жатырым, өзімнің билігім деп қайдағы жоқ сөз айтып қатырылда. Тура жолға түспесе ару, тура жолға түссегер ару қыздар, туар ек батырыңда, ақыныңда. Себебі бұл қазағым зәру болдыр, туыңды тігістайтын батырылға. Алтын құрсақ аналар көп болса екен, арыларын қойғанынша сатылымға. Осы жайды ағалар реттеу керек. Айналсын деп ұрпағым батырылға. Бар қазақтың жатыр ғой болашағы, бір ғана ару қыздың ой шіркін жатырында Есті сөзім естілсе елге дара, емленіп тұрған болды елге бала. Бұл қазақта өз рухымды шығарар өрге ғана. Осы сөз басқа тілге аударылмай, сенбейсен аударманы келде ғана. Алламыз айырмасын осы күннен, төселеріміз сол кезде төрге ғана. Шетелдің шекарасын аттай қалсаң, елінде толған қайғы шерден ала. Сағымайдай сақтағым берекеңді, себебі ол қазағым ой шіркін, сенде ғана Алдындайда айтыс дейін жиын екен, ағатай қорқатының күйін екен. Ағама кезегімді берген едім, кезегім жауапсыз қалса қиын екен. Ал бір көтеріп қояйын дамып берді, қос ақының ағайын шауып келді. Осыменен айтысты тоқтатайық, көрерменде айтысты анық көрді. Жандос аға осыменен қошаман бол, жырыңа тәнді қыла бер анық белді. Қазағым сен де аман бол әрқашанда, саған тілейм шаттықпенен жақұт белді. Ұлыстың ұлы күні әз наурызда, аға саған тілеймін бақыт белді. Сөз бағысып болсаға кер аламанда, көз қағысып қарғасар уақыт келді абай. Ой, рахмет, ақындар. Табылған соң сағынаның бірінен, таралған бұл келіп қой көкбірінен. Тыныш қана кет алмаймын жырламай, кет тұрған соң құрыш қала елінен. Жыр төгілсе алиқандай қасқадан, мен қалай шашымды қайтпай босқалам. Әз наурызда індет кетсін елімнен, мезі болды антисептик маскадан. Болашағым бұлдыры болса қасқараң, ел болмаса жетімсіреп жасқанам. Қытай келіп салып жатыр заводын, мұны осылай шағып жатыр масқараң. Қазір қазақ дүние десе қашпаған, баю үшін шошқалағы бастаған. Әр шошқаға береді 140 мың, бермесе де жерін жоқ ет ашпаған. Далаң толы байымнағы мұнайдан, қалайша ел байлеген шошқадан. Біз қашанда иман бол қалайық, тек Алланың разылығын алайық. Жетімдерін жылатпаған халық ек, шошқан емес жетімдерді бағайық. Жетімдерін жылатпаған халық ек, шошқан емес жетімдерді бағайық. Ой, рахмет. Рахмет. Қашанда сөз бастау оңай емес, қиынның қиыны, бірақ
ақынға қара сөзден өлең оңай дегендей айтысты бастаған бер жақтағы Жандос Бақытұлының бағасын беріңіздер. Оң жақтан тілеген баста. Жандос Бақытұлы 9. Аманжолға 9. Бірыңғай 9. Ал Әлихан Ерғалиевтің бағасын беріңіздер. 9. Екеуі де бірыңғай 9 алды.